Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін бізде мемлекеттік тілде іс қағаздарын жүргізу пәні. Біздің бүгінгі өтетін тақырыбымыз хабарландыру. Сабақтың мақсаты хабарландыру туралы мәлімет беру, хабарландыру үлгілерімен таныстыру, хабарландырудың басқа құжаттардан ерекшеліктерін түсіндіру. Сабақтың міндеті хабарландыру түрлерін, хабарландыруды басқа құжаттардан ажырата білуге, хабарландыру жаза білуге үйрету. Хабарландыру мекемелердің, ұйымдардың атынан оның мүшелеріне алдағы болатын іс-шаралар туралы хабарлап жеткізетін құжат түрі. Мұнда хабарланып отырған мәселенің жиналыс, мәжіліс, кездесу тағы басқа жайлар айы, күні болатын уақыты мен орны көрсетіледі. Соңынан хабарландырушы мекеменің, ұйымның аты қойылады. Хабарланатын мәселенің мазмұны мен мақсатына қарай хабарландыру түрлі көлемі мен көркемделуімен ерекшеленеді. Қазіргі нарық заманында баспасөз беттерінде жұмысқа шақыру, бос қызмет орындарына конкурс жариялау үшін де хабарландырулар жарияланады. Хабарландыруларда қызметке алынатын кандидатура қойылатын талаптар мейлінше тұжырымды, нақты жазылады. Хабарландырудың түрлері мен ерекшеліктері. Бірінші, мәжіліс жиналыстарға хабарландыруда күн тәртібі толық көрсетіледі. Екінші, мәдени шараларға хабарландыруда бағдарламасы ұсынылады. Үшінші, тендерге хабарландыруда шарттары ұсынылады. Төртінші, вакансияға хабарландыруда жұмыс орнына тиісті талаптар көрсетіледі. Хабарландырудың бір-екі үлгісімен танысып шықсақ. Мына жерде де бос қызмет орны туралы хабарландыру мен мәдени іс-шаралар туралы хабарландырудың үлгісі берілген. Бірінші тапсырма, құрметті білім алушылар, бұл жерде шашылған сөздер мен сөз тіркестерін ретімен орналастырып, хабарландыру мәтінін құрастырыңыздар. Хабарландырудың түрін анықтаңыздар. Екінші тапсырмада төменде берілген сөз тіркестерін аударып шығамыз. Үшінші тапсырма бойынша жағдаяттар берілген, осы жағдаят негізінде хабарландыру жазамыз. Берілген тапсырмаларды орындап болған болсақ, төмендегі сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ, хабарландырулармен қайдан танысуға болады? Екінші сұрақ, хабарландырудың қандай түрлерін білесіздер? Үшінші, бос қызмет орны туралы хабарландыру қандай тәртіппен беріледі? Төртінші сұрағымыз, сіз қандай хабарландыруды жиі оқисыз? Бесінші сұрақ, хабарландыру қандай мақсаттарда жазылады? Алтыншы сұрағымыз, хабарландыру құжаттың қай түріне жатады? Өте дұрыс айтасыздар, құрметті білім алушылар. Біздің бүгінгі хабарландыруға байланысты сабағымыз аяқталды. Үйден хабарландырудың түрлеріне байланысты хабарландыру үлгісін жазып келеміз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.